Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында пештен нан пісіретін боламыз. Өте дәмді және әдемі болып піседі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен бізге сүт қажет болады. Сүтімізге жылы суды құямыз. Сосын бір жұмыртқаны саламыз және тұз салып, және жарты шай қасықпен қантты салып араластырып аламыз. Сосын оның үстіне біз ашытқымызды саламыз. Ашытқымыздың сапасы жақсы болу қажет. Сосын ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр жасаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді ол қамырдың бетін жақсылап жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Енді міне қамырымызды көтеріліп ашыды. Енді оны ыдыстан босатып, бөліктерге бөлеміз. Менің қамырымнан 3 бөлік шықты. Енді оны әдемілеп дуалар жасаймыз. Сосын ең алдымен біз противеньді майлап дайындап аламыз. Ал енді қамырымыздың астына ұн сеуіп отырып, қамырды жайып аламыз. Міне достар, қамырымызды жайып болған соң, оны шетінен бастап ораймыз. Сосын жан жағын шетінен етіп қатты етіп басып, бір-бірінен ажырап кетпейтіндей етіп жабыстырып қоямыз. Шетіне әдемілеп жасап аламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Енді оны жаңағы біздің пештің противеніне қойып жайғастырамыз. Барлығында осылай жасап аламыз. Міне мен барлығын жасап алдым. Енді оның үстіне әсемдігі үшін нанның бетінен әдемілеп осылай видеода көрсетілгендей кесіп аламыз. Енді оның үстіне ұнды електен өткізіп отырып, кішкене аз-аздан сеуіп қоямыз. Сосын үстіне қолыңызбен суды сепкілейсіздер. Енді нанымызды 250 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің нанымыз пісті. Осындай әдемі және дәмді болып шығады. Ортасы піседі, қорықпай жасасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.